Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Мен Сиркечи каналының қаталушылары. 6 октябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Созақ районы Жергетал айылында. Сіздерге дағы бір өспірімнен тарту қылабыз. Бұл өспірімді бізден сатушы өзі айтып берсін. Ассаламу алейкум. Айтыңызшы, бұл еме өспірім жашы қаншада болды? Бұның жашы 2 жаштан өтті. Майдың 12-сіне бар 3 жаш болады құда қаласа. Келеркі жазға бұшты болады екен, демек. Азырқы уақытта үйретілді менге? Менге, мен үйретіп қойған. Қандай болып жатады? Жоғыштықтары? Жоғыш, бала өзі қарайды. Өспірім болғаннан жаштар алып менгенге жақшы болады да? Денсаулықтары ішіп жегендері жақшы? Жақшы, бар жылы жақшы. Пародасы қандай екен бұл? Көріністері бір башқаша көрініп тұрады. Аралаш, Енесі данчак. Атасы қарабайырлы. Демек, қырғыз жылқымен данчактың арғындаштырылып жалған өспірім екен. Көріп тұрасыздар. Өң түстері енесін тартқан екен. Сындары жақшы. Мұндай көкірек қолтықтарынан көріп қойсаңыздар болады. Тұяқтары бар еле таза көрінеді. Ары қарат бұрып қойшы. Арқанқы жатаяғынан бір көрелші. Оң жағын башында мұндай шырамы дағы бар екен. Бұл шырам неден болған екен? Шырам қайында. Чоң жарақат болған емес, ешқандай зияны жоқ па азыр? Жашында қайын өзіңінде болған. Жақшы, бір-екі жетелеп бастырайлы, басқандарынан бір көрелі. Табыросы дағы бар екен. Оң жағында. Қандай табыро болды екен ал? Бері қарат. 90 деген. 90 деген табыросы менен екен, мұны көріп тұрасыздар. Бойы қанша шығып қалады? Bir көзченемен айтып көрелші. Бойын білбей айттым. 1.55-ке барып қалды ғой деймін, көзченемен айтқанда. Ношындай екен, урматты көрушілер. Сіздерге қысқаша малыматын беріп көрсетіп тұрабыз. Жаққан болса, өзіңіздер экрандағы номерлерге чаласыздар, байланышасыздар. Жақын келіп өзіңіздер көрсеңіздер болады. Басын айтыңызшы, қанша дейсіз? Басы 250 отыр. 250 мыңға. Сомға, Сөйлесулер бола? Болады. Жақшы. Айтылыш басы 250 мың болды, урматты көрушілер. Албетте сөйлесулер болады. Айтылған баға сатылбайды ешқашан. Сөйлессеңіздер болады, өзіңіздер жақыннан келіп көріңіздер. Сіздерге daha bir өспірімді көрсетеміз. Бізден алыстабай тұрыңыздар. Бірінші өспірім болды. Жақшы, сындары өте сонын екен. Кейінгі жылқыны көрсетеміз сіздерге.